Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ даласының батыры. Сабақтың мақсаты қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы мағлұмат беру, ой өрісін кеңейту, тілдерін, ойларын, сөздік қорларын дамыту, отансүйгіштікке, қайырымды, қамқор, әділ, адал болуға тәрбиелеу. Бұла кіші бойына сыймаған бала палуан Мұқан еді бұл. Байға жалданып күн көріп жүрген кезі. Оған жұмыстың ауыры жоқ. Арбаны да өзі сүйреп, ауыр қапты да бұйым көрмей, ұршықша еріп әкететін. 5 адамның жұмысын өзі жалғыз атқарады. Осы кезеңнен бастап Мұқан туралы аңыз ауыл арасын кезіп кетеді. Балалар оның күшінен ығып, үлкендер оның күшін пайдаланып қызықтай бастайды. Барлық той-томалақ, жиын Мұқансыз өтпейді. Оны баламен де, үлкенмен де белдестіріп, ауыл қызықтай көреді. Ел ona бала палуан деп еркелете бастайды. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қауреткел ауылында дүниеге келген. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерінен басым түскен Қажымұқан әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ батыры. Дүние жүзінің 28 мемлекетін аралап, сол жерлердің саңлақтарымен белдесіп, қоржынына 56 медаль салған. 1960 жылы Алманияда өткен дүниежүзілік жарыста Қажымұқан бәсекелестерін тізе бүктіріп, әлем чемпионы атанды. 1909 жылы өткен халықаралық жарыста Мұқан жарыс алаңына Қара Мұстафа деген атпен шығады. 1910 жылы Оңтүстік Америкаға келіп, Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында ұйымдастырылған жарыста Америка чемпионы атанады. Дәл осы уақытта түріктерден артық күресетін балуандар жоқ секілді еді. Қажымұқан Мұңайтпасұлының салмағы 174 кг, бойы 195 см, мойнының жуандығы 56 см, бас аумағы 65 см болған. Атандым Мұқан балуан бала жастан, ішінде күштілердің болдым астам. Талай-талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен осылай біздің бастан. Қажымұқан 1948 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданына тиісті Ленин туы атты колхозда қайтыс болған. Мұқан атамызға арнап Темірлан ауылында ескерткіш орнатылған. Орасан күш иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Қажымұқан Мұңайтпасұлы 20 ғасырдың басында түрік халықтарының ішінде қазақта ғана болған. Назарларыңызға рахмет.